Сәлем біздің каналға жазылушылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк пен подписаться таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Қазақстандықтар желтоқсанда қанша күн демалады? Тәуелсіздік күні биыл бір ғана күн, 16 желтоқсанда тойланады. 5 күн жұмыс істейтіндер 16, 17, 18 желтоқсан, жұма, сенбі, жексенбі күні демалады. 6 күн жұмыс істейтіндер 16, 18 желтоқсан, жұма, жексенбі күндері демалады. Биылдан бастап тұңғыш президент күні мемлекеттік мерекелер қатарынан алынып тасталуына байланысты 1 желтоқсан жұмыс күні болмақ. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бейнені көру үшін видео астындағы лайк түймесін басуды және біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Шымкентте 3 баланың анасы 5-ші қабаттан секіріп кете жаздады. Полиция тұрғындары хабарласып, әйелдің шатырдан секірмекші болып жатқанын жеткізді. Келіншек темір қоршаудың арғы жағына өтіп кеткен. 1-ші рота қызметкерлері Қанат Бейшенов пен Бейбіт Нұрпейісов бірінші болып барды. Тәртіп сақшылары бірнеше минуттың ішінде шатырға шығып, алдымен келіншекті әңгімеге тартты. Сосын ақырын жақындап шығарып алады. Әйелдің 3 баласы бар. Әңгімеден кейін полицейлер оны күйеуіне тапсырды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.